Biz білім ғылымға қарсы емеспіз. Біз тарихымызды, салт дәстүрімізді жоққа шығармаймыз. Произвольная генерализация дейміз ғой, жалпыландыру деген нәрсе бар да. Көптеген діндар азаматтарымыз бар. Мүмкін 1,5 миллионға жақындап қалғанда болуы мүмкін. Бұрын 1,2 миллион деп айтатын едік. Намаз оқиды. Ал енді бұлардың арасында әртүрлі радикалды көзқарас ұстандайтын мүмкін 1% емес шығар азаматтар бар. Бірақ бұл 1%-тің істегенін барлық діндарларға жалпыландыруға болмайды. Жайып жіберіп, міне осылардың барлығы осындай деген нәтиже шығару бұл өте үлкен қате. Сол үшін жастар, сіз айтқандай, егер ата-аналарында күмән пайда болатын болса, олар түсіндіру керек. Біз мынандай ұстанымдамыз. Біз зорлық зомбылықты ақтамаймыз. Біз білім ғылымға қарсы емеспіз. Біз тарихымызды, салт дәстүрімізді жоққа шығармаймыз. Біз ешбір Қазақстанда тыйым салынған немесе ресми деректер бойынша, ресми көзқарастар бойынша деструктивті болып есептелетін ағымға қатысымыз жоқ. Жастар тек қана сөзбен емес, ісімен. Оқу болса оқу керек, жұмыс істеп жатқан болса жұмыс істеу керек, өзінің бала шағасы болса бала шағасын бағу керек. Сондай бір өзінің тек сөзімен емес, әрекетімен өзінің өмірдегі ұстанымы конструктивті екендігін көрсету керек.